Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бізде бүгін ақпанның 10-ы. Біздің тауықтың астына салған жұмыртқаларға бүгін 10 күн. Өткен видеода айтқан болатын, астын ашып қараймыз 10 күні деп. Сол видеоны әзір сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қарап отырайық. Бәрін алмаймын, біреу-екеуін алып қараймын. Сосын артынан өзім полный тексеріп шығамын, сосын айтам қалай болған. Тауық жатыр. Қала кішкене жарық, бірақ оның іші осындай қараңғы. Ал бісміллә. Біреу-екеуін алып көретін боламыз қалай болып тұрған. Бісміллә, міне. Жұмыртқа бізде ең кішкентайы. Міне. Сіздерге көріне ма, көрінбей ма білмеймін, бірақ маған жақсы көрініп тұр. Ішінде ешқандай қатпаған. Бәрі нормально. Қимылдап тұр ішіндегі. Зарылдар. Бұл дегеніміз, значит, бәрі нормально деген сөз. Қазір тағы екеуін алып қарайық. Салып қоямыз. Тағы біреуін алып қарайын. Міне. Мұнда да бәрі жақсы. Ішіндегі жетіліп келе жатқан балапан қимылдап тұр. Ешқандай қатпаған. Бәрі нормально. Мына видеода онша көрінбейді негізі. Бірақ маған жақсы көрініп тұр. Қимылдап тұр ішіндегі. Так, келесі. Мына біреуін алып қараймыз. Жетер қалған. Өзім қарап. Артынан айтам қалай болған. Нешеу жарамды, нешеу жарамсыз болып тұрған. Так. Міне. Мұнда да ішінде қимылдап жатыр. Нормально өшін бәрі. Жетіліп келе жатыр. Алла жазса, уақыт келгенде балапандар шығады деп үміттенеміз. Сол. Жалпы осылай. Пока үшеуін қарадым. Үшеуінде де нормально. Қалған қазір қарайтын болам, видеоны өшіріп. Өйткені ыңғайсыздау болып тұр кішкене. Жұмыртқаның бәрін қарадым. Астында вообще 11 жұмыртқа жатыр. 11-інде де балапандар жақсы дамып келе жатыр. Жалпы 10 күн қалғанда, 10 күн болғанда, то есть қарасаңыздар өзі жұмыртқада көрінеді балапан бейнесі. Жаңағыдай фонарик салған кезде. Жалпы осы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетеміз. Амандықта жолыққанша сау болыңыздар.